Ассалаумағалейкум, сіздермен ауылдағы гараж алды соғылған мына бір Subaru'ды қалпына келтіретін боламыз. Жалпы телевизорын ауыстырамыз, лонжеронын ауыстырамыз, капот, крыло, бампер бәрі ауысады. Мына есік өзін шығарамыз. Арт жақтарында ештеңе болмаған, тек алдына болған. Енді удар, қатты удар болған негізі, бірақ майысқан жер ондай көп емес. Мына жерде моторын сөп тастадық. Мына жерлерді ашып жатырмын. Қазір тормозной вакуум шықпай қалып лонжеронды кесіп тастадым. Мына жерден лонжерон түбінен ауысады. Мына жерден осыдан жарты жыл бұрын бұл машинаны біз бояған болатынбыз. Мотордың іш жағынан бөлек телевизорды, арт жағы полный іштермен бірге бояған болатынбыз. Түрі алдыңғы түсі мынандай болатын. Біз мына түсті ксерал қосып шашқан болатынбыз. Енді бұйырса мына түс емес, толықтай ақшыл көк түске бояйтын боламыз. Жалпы енді көп өтірік әңгімелер бар, соларға қарсы шығып келатырмыз. Тағы да біреуі міне тексерілді. Бұл нәрсе суықта краска шашуға болмайды, суықта шпаклевка жағуға болмайды деген бір әңгіме бар. Мына машина суықта шпаклевка жағылып, суықта боялған болатын. Одан кейін мына крыло толықтай шпаклевка, ешқандай темір жоқ мына крылода. Жарты жыл болды, әлі ешқандай шпаклевкада сынған, көтерілген жер жоқ. Әдемі тұр. Енді тек жылтыр алынбай қалған жерлердің краскілері түскен. Сол қателіктерден жібермейтін боламыз бұйырса. Мынандай жерлерде міне жылтыр алынбай, молдингнің астында қалатын жерін жылтырын алмағанбыз. Мынандай жерлер түскен. Капотта да болған, енді капот қазір жоқ. Молдингдарда бәрі бірдей түс болады, көк түс болады. Енді оны алдағы уақытта көре жатамыз, қалай болатын. Ескі лонжеронды алып тастадық, енді көбірек уақыт кетті, бірақ шықты, әйтеуір қиындау болды. Мынаны қойып қойдық, бұл әшейін тұр пока. Бұл да бір жай кіре салған жоқ, өзі бір-біріне замок болып кіріп тұр, соны сваргіленген жоқ, ұстап тұр өзі. Мына жақта енді телевизорда толық бір телевизор болатын. Мына үсті жағын бөліп алдық. Неге? Өйткені мына жағында андай болып тұратын жерлер майысып кеткен. Соған мына телевизордың жаңаны салу керек болды. Ал бұл әшейін нәрсе емес, бұл сложный замок шыны керек. Ішіне кіреді бір-бірінің, іш жағында да бір мынандай заглёпкалері бар. Сонымен сәл қиындау болды. Енді көп уақыт кетті, сонда да. Енді сонша жерден мына лонжерон ауысты, болмаса алдыңғы лонжеронға да жаңағы өзін шығарып шпаклевка жаға салу болатын еді, бірақ та бұл машинаның иесі шпаклевка жақпай-ақ барынша сөйтіп әдемі болып шықсын дегесін өсіп әдемілеп жатырмыз. Мына жағы да сондай. Мына жерден кесілген, бізде осы жерден кесіп қоймай, бұл жерден бүйтіп замокпен ауыстырайын деп жатырмыз. Мына жағын бүйтіп аштық, мынаның ортасына кіреді. Мынау кіріп шығу сәл қиындау, бірақ зато әдемі болады, ешқандай ештеңе байқалмайды. Телевизор мына жағына былай кіреді. Ана бір-бірінің арасына кіріп кетеді. Былай тұрады. Примерно осылай болады. Ас жағы мына жағына жабсақ. Мына жағына жабсақ, вообще ауысқан білмей қалады, өзінікі сияқты. Сол кезде мына жағында мынаның астына кіреді, мынау сыртында тұрады. Былай тұрады. Әшейін қойып қоймын қазір. Примерно осылай болады. Сосын төбесіне мына телевизордың үсті жағы жатады. Бұл жерден бүйтіп тұрады. Соны бұйырса примерно морда осындай болады. Қазір прихватка беріп бір өлшеп көреміз, сосын сваркілей берсе болады бұйырса. Бұл жақта енді түсі ауысатын болғасын полный бояйын деп отырмыз негізі. Соның үшін шкурт етеміз. Шкурт еткенде жылтыр жерге краска жабыспайды. Мына жағы жылтыр жер, мына жағы шкурт етілген. Қазір мен бұл жерде қалай шкурт ету керек екенін көрсетуге дейін. Мына жерде мен қазір шкуркілеп қойдым.
мынау мен мына екеуі негізі бірдей болғанда қалай қазір көрініп тұрған шығар камераға. 20 рет өттім қазір. Мынандай брусок бар, флашка да. Қатты жағы, мына жағы пластмасс жағы міне. Осымен 600-дік наждакты алып, былай қарай 20 рет санап өткіздім. Мына жерде мына жұмсақ жағымен, губка жағымен жұмсақ. Осымен 20 рет санап өткіздім. Енді екеуінде разница қандай міне. Мына жақ әдемі шықты, жылтырдың бәрі алынды, матовый болды. Мына жағында жылтыр міне бар әрі. Көріп тұр ма қазір мына жерлер міне. Неге бұндай? Өйткені қатты жағы қалай айтсам болады қазір. Көрсетейінші. Мына жерде міне таулар бар. Бұл тау кішкентай тау ғой енді былай айтқанда. Мынандай мысалы лак битіп жатқан болса красканың үстінде. Қатты жағы ең биік жерін алады да. Мына жерлерін. Ал жұмсақ жағы ол ойыққа битіп түсіп бара береді бүйтіп. Бір тегіс алады да. Бізге бұл тегістікті келтіре алмаймыз. Жұмсақ жағымен ол тек битіп үстімен өтіп кете береді. Ол бізге минус негізі. Не үшін? Өйткені осы мынандай волнаға краска отырады. Үстіне ертең лак шашады. Лактан кейін оны қалай полировка жасасаң да айна болып шықпайды. Ішінде волна көрініп тұра береді. Өйткені астындағы основасы волна болып тұр да, мынандай волна бар. Соның үшін асықпай, ерінбей, қатты жағымен мынандай жылтыр. Мынау көп уақыт кетеді. Мынада 20 проход, мынада да 20 проход. Мынау тез болады. Мынау көп уақыт кетеді мынаған. Асықпай, қатты жағымен жақсылап өту керек. Өйткені мынандай шегірендер, кішкентай микротау деп айтады, солар қалмау керек. Краска әдемі шығады. Сосын мысалы основа дұрыс болғасын, бетіндегі лакты кез келген жағдайда полировка ете берсеңіз, одан кейін айна болып шығады. Ал мынандай жағдайда ол айна болып шығуы мүмкін емес, қиын. Енді мына жерде тағы да бір разница бар. Енді камераға көріне ме, көрінбей ме? Мына жағы, мына жерде 20 проход қой, 20 проход өттім. Мына жағы енді санамадым, көп өттім. Неге? Почти идеалға алып келейін дедім. Енді әлі де келген жоқ. Бүйтіп қарап тұрсаңыз, міне шкурканың ізі бар. Міне, мынада ізі бар наждактың, мынада жоқ. Мынау шкурка жасадым ғой деп бір-екі бүйтіп жасай салуға болмайды. Ол қайта-қайта өте беру керек. Ана сызықтар уже азая беру керек. Уже бір тегіс, бір қалыпты неге келу керек. Ал мына жақта бір-екі рет биткен сайын уже шкурка бұл біріншіден краска нето шығады, уже астынан сызық көріне береді. Риск деп айтады ғой. Сол себепті ерінбей, көп уақыт өту керек әдемілеп тұрып. Айтпақшы, шкуркілемес бұрын жақсылап тазалап жуып алған жақсы. Бетінде андай шаң тұрмаған жақсы. Неге? Өйткені ішінде кішкентай майда тас болып қалса, ол көбірек сызып тастайды, ішіне қарай кіріп қатты сызып тастайды, ол уже жұмысты көбейтеді, ол сызықты жоғалту үшін біраз жүріп қаласыз. Осымен бұл видеоны аяқтайын деп отырмын, өйткені видео ұзаққа созылып кетуі мүмкін. Видео ұнаса лайк басыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер, каналға тіркеліп кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.